Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында дайын болатын донердің рецептісімен бөлісетін боламын. Дәмді әрі тойымды. Алдымен тауықтың төс етіне тұз, қара бұрыш, паприканы сеуіп, жақсылап араластырып, 10 минутқа қалдыратын боламыз. Тауықтың етін мультибейкерде немесе табамызда пісіріп аламыз. Піскен тауық етімізді қалауымызша турап алатын боламыз. Және лавашты алып, піскен тауық етін қызанақ, қияр, қалауымызша сәбіз салатын және де кетчуп, майонезді араластырып, донерімізді жақсылап орап, екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. 12 достар, аз уақыттың ішінде дәмді әрі тойымды донеріміз дайын. Сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.